қала прокуратурасының бастамасымен және әкімдіктің және полиция бөлімінің қосылып бірлесіп осы ауладағы заң жобасы жүргізілуде. Осы заң жобасы, осы жоба аясында тұрғын үйлердің уәждері тыңдалып, оларға шешім қабылдау мақсатында әрбір айтқан тұрғын үйдің, әрбір азаматтың, азаматшалардың арыздары және уәждері тыңдалуда, ол бойынша шешімдер қабылданатын болады. Қазіргі таңда осы уақытқа дейін 15 түрлі тұрғын үй аулаларында болып, сол бойынша шешім қабылдаймыз.